Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ауызда еритін шоколадты меренговый рулет дайындаймыз. Алдымен ақуызымызды 1 минуттай миксерлеп аламыз. Одан соң секерімізді аз-аздан қоса отыра, миксеріміздің жылдамдығын көбейтіп отырып, меренгіміз ағарып қоюланғанша миксерлейтін боламыз. Енді үстіне какаомызды салып, лопатаның көмегімен жақсылап араластырамыз. Дайын болған массамызды пергамент қағазы төселген противенге салып, бетін тегістеп жағып, 150 градус қызып тұрған пешімізде 30 минут аралығында пісіреміз. Енді кремімізге кірісеміз. Салқын сливкеміздің үстіне секер, творожный сырымызды салып, креміміз қоюланғанша жақсылап араластырамыз. Меренгамыз суығаннан кейін дайын болған кремімізді коржымызға жағып ораймыз. Рулетімізді 2 бөлікке бөліп алдым. Енді қалған кремімізді мешокқа салып, рулетіміздің бетіне жағып шығамыз. Рулетті өз қалауларыңызша әсемдеуге болады. Енді рулетімізді кремі сіңу үшін кем дегенде тоңазытқышқа 2 сағатқа салып қоямыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Біздің рулетіміз дайын. Рулетіміз өте дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.